Қайырлы күн. Химия 7 сынып. Заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастырамыз. Оқу мақсаттары: физикалық және химиялық құбылыстарды ажырату, заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін білу және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын түсіндіру, салқындау үдерісін зерттеу, салқындау қисығын салу және оны талдау, бөлшектердің кинетикалық теориясына сай өз бақылауларын түсіндіру. Бірінші тапсырма: төменде мысалдарды физикалық және химиялық құбылыстарға жіктеп, олардың белгілерін анықтаңыз. Бұлттың түзілуі, ағаштың жануы, айранның ашуы, қыраудың басуы, шаштың ағаруы, қорғасынның балқуы, темірдің тот басуы. Осы нұсқалардың ішінен бұлттың түзілуі, қыраудың басуы, қорғасынның балқуы физикалық құбылыстарға жатады. Бұлардың барлығында да біз заттардың агрегаттық күйдің бір күйден екінші күйге өзгеруін байқаймыз. Сондықтан бұл физикалық құбылыстың белгісі зат күйінің өзгеруі. Қалған нұсқалар, яғни ағаштың жануы, айранның ашуы, шаштың ағаруы, темірдің тот басуы химиялық құбылыстарға жатады. Бұл құбылыстардың белгісі ағаштың жануы кезінде жарық пен жылу бөлінеді. Айранның ашуы кезінде тұнба түзіледі. Шаштың ағаруы мен темірдің тот басуы кезінде түс өзгеруі байқалады. Мінекей. Келесі тапсырма. Берілген суреттердің бірінде агрегаттық күйі газ тәрізді заттың бөлшектері көрсетілген. Осы суретті анықтап, өз таңдауыңызды бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз дейді. Берілген суреттердің ішінде газ тәрізді агрегаттық күйдің А нұсқасы көрсетеді. Енді суреттерге қарай отырсақ, Ә және Б нұсқаларындағы суреттер молекулалардың бір-біріне тығыз жанасқанын, ал А нұсқасында кеңістікте еркін таралып жүргенін байқауға болады. Сондықтан бөлшектер теориясы тұрғысынан оған келесідей жауап беруге болады. Газ молекулалары бір-біріне тартылмайды. Газ молекулалары бір-біріне тартылмайды, сондықтан кеңістікке толық таралады. Сондықтан кеңістікке толық таралады. Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Төмендегі ақпаратты қолданып, нафталиннің салқындау қисығының графигін салыңыз дейді. Және Б және С сұрақтарына жауап беріңіз дейді. Бірінші, осы салқындау қисығының графигін салу үшін бір қатарға келтіріп алдық. Мінекей, уақыт бізде қарап отырсаңыздар 0-ден 17 минутқа дейін берілген. Уақытты біз төменгі бөлігіне қойдық, мінекей. Ал температура 90-нан 60-қа дейін берілген, сондықтан оны 50-ден 90-ға дейінгі деп мына жоғарғы бөлікте көрсеттік. Тігінен сызықта көрсеттік, градус Цельсий деп қоямыз. Енді берілген минуттардағы температураларды нүктемен белгілейміз. Қарап отырсақ, 0 минутта 90 градус дейді. 0 минутымыз міне, 90 градусымыз міне, нүктелейміз. Каждыйын нүктелеп шығамыз. 1 минутта 88 дейді. 85, 86, 87, 88 шамада. 1 минутта 88. 2 минутта 85.
мінекей 3 минутта 83 шамамен мына жер. 4 минутта 82, 5 минутта 80, 5, 6, 7, 8, 9, 10 минуттарда 80 дейді, өзгеріссіз. 8-ші, 9-ші және 10-ші минуттар, 80. Так, 11 минутта 79-да 9 шамамен, 79-да 8, 79-да 7, 78, 15 минутта 74 дейді. 75 болса 74 шамамен. Так, 69 дейді. Және 66, 17 минутта 66 дейді. Міне. Енді осы нүктелердің барлығын бір-бірімен қосып шығу қалды. Бұның барлығын карандашпен орындаймыз. Неге нүктемізді қосып нафталиннің салқындау қисығын алдық. Енді сұрақ. Қисық графигінде салқындау және кристалдану үдерістерінің бөліктерін белгілейміз дейді. Так, біз нүктелердегі өзгерістерді белгілеп шығамыз. А нүктесінен Б нүктесіне дейін міне өзгерді, және Б мен С аралығында өзгеріссіз, және С-дан Д-ға дейін өзгерді. Осының ішінде нафталин бастапқыда 90 градус болды, және ол 80-ге дейін суыды. Демек, мына А мен Б арасы салқындау. Б мен С аралығында температура өзгеріссіз 80 градус болып тұрды. Демек, бұл аралық кристалдану. Демек, біз жауап береміз. А мен Б-да салқындау. Салқындау. А-дан Б нүктесіне дейін. Және кристалдану Б-дан С нүктесіне дейін. Салқындау және кристалдану үдерістерінің бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіреміз. Салқындау процесінде температура төмендейді. Сол себепті бөлшектердің кинетикалық энергиясы азайып, олар баяу қозғала бастайды. Бірақ потенциалдық энергия өзгермейді. Ал кристалдану процесінде температура өзгермейді. Жаңа 80 болып тұрған көрдіңіздер. Демек, бөлшектердің кинетикалық энергиясы да өзгеріссіз қалады. Сондықтан олар мүлдем қозғалмайды. Бірақ потенциалдық энергия артатындықтан бөлшектер бір-бірімен мықты байланысады. Яғни зат қатты күйде болады. Осы тапсырмалардың дескриптор бойынша жалпы берілетін балл 13 балл. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.